Жалпы әңгіме жол қысқартады деген бар. Әсіресе көргені мен көңілге түйгені көп алдыңғы толқын ағалардың ғибратты әңгімелерінен өз басым ерекше әсер аламын. Сондай ой саларлық әңгіменің бірін өткенде алматылық ағайындармен көрісуге бара жатқанда Бабаев Мұрат аға айтып берген еді. Қазақ қызы өте намысшыл ғой, деп бастады әңгімесін Мұрат аға. Ертеде бір палуан жолаушылап келе жатып, жол жөнекей бір үйге құдайы қонақ болыпты. Бір атақты палуанмен күресіп, соны жеңіп келе жатқан беті болса керек. Дастархан басында әлгі палуанды қалай жеңгенін қайта-қайта айтып, мақтана берген көрінеді. Ал оның айтып отырған атақты палуаны босағада шай құйып отырған келіннің ағасы екен. Бауырын жығып, онысын бөсіп айтып отырған құдай қонақтың бөстекі әңгімесі келіннің намысына тисе керек. Шыдамы әбден сарқылып, әлгі қонаққа қарап, сіздің айтып отырғаныңыз менің туған ағам болады. Жеңгенің рас болса, менімен күресіп көр, күшіңді сынап көрейік, депті келін. Әйел адамның бұл әңгімесі палуанның қытығына тиіп кетсе керек. Шамданып қалған ол. Мына қатын не оттап отыр? Бос кілемде астыма салып бір илейтін екен өзін, деп мазақ етеді. Одан сайын ашуы келген келін, қанша дегенмен осал жердің қыз емес қой. Мақтаншақ палуанға қарап, көрерміз кімді кім жеңетінін. Мықты болсаң, көп сөзді қойып шық кілемге, дейді. Екеуі боз кілемнің үстінде күресіп кеп береді. Алғашқыда өзіне толық сенімді болған жігіт келіншектің күресіне немкеттілеу қарайды, бірақ болдыратын емес. Әбден ашуға булыққан әйел палуанды атып ұрып астына басып біраз отырады. Еркек басымен әйелден жеңілген палуан кірерге тесік таппай әбден қорланады. Елге қарайтын бет жоқ, содан беті ауған жаққа қарай ауып кеткен екен. Бірақ қанша дегенмен жігіттің наласы жаман емес пе? Палуанды жеңген әлгі келіншек көп өтпей қатты ауырады. Ол уақытта қазіргідей доғдыр қайда? Ел аузында жүрген бір емшінің дерегін алып, іздеп барып жағдайын айтады. Сонда әлгі емші мұны ары-бері қарап, сенің кеселің өте ауыр екен. Ер адамның үстінен аттап кеткен жерің бар ма еді? Егер бар болса, сол еркекті тауып кешірімін алуың керек. Сонда ғана саған ем қонады, дейді. Содан сырқаты жанына батқан келіншек баяғы өзі жеңген палуанды іздеп жолға шығады. Ай жүріп, апта жүріп әлгі палуанның еліне барса, ол әлде қашан үшқұса болып қайтып кеткен екен. Енді қайтеді? Міне осы жерде әйел адамның ақылды болатыны тағы бір дәлелденеді. Ол ең болмағанда палуанның киімі бар шығар, соны беріңдер, деп палуанның өзімен күрескен кездегі киген шекпенін алып, өз күйеуіне кигізіп, 3 рет басын иіп кешірім сұрапты. Содан көп ұзамай түс көріп, түсіндеп палуан кешірім бергенін аян арқылы білдіреді. Осылайша ол ауруынан құлан таза айыққан екен. Бұдан шығатын түйін, ешқашан әйелдің төркінін тілдеп намысына тимеу керек екен. Екіншіден, мейлі ол бала болса да, әйел адам еркектің үстінен аттамау керек. Үшіншіден, киімде де кие болады. Сол үшін киімді ешқашан аяқ асты етпеңдер, деп Мұрат аға әңгімесін аяқтады. Бұл әңгіменің әсерлі болғаны сонша, көліктегі Сембек, Наурызбайхан және жүргізуші төртеуміз де біразға дейін үнсіз қалдық. Тіпті анекдоттың түр-түрін айтып, бәрімізді күлкіге қарқ етіп келе жатқан Наурыз ағаны да ойға шомып қойды. Сөз құдіреті деген міне осы болса керек. Әңгіме ұнаса тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Әңгімені жазып алған Аман Жайымбетов.